Қандай керемет алтын дәрі шығарсаң да, адам өзінің денсаулығын өзі күтпейінше, өзі алдын алмайынша ол дәрі бізді аман алып қаламайды екен. Екінші нәрсе, ауырып қалған жағдайда медицина мамандарының жанашырлығы. Медицина маманы да адам. Олар да біздің арамызда осы індеттің құрбанына айналды. Яғни бұл тек қана біз аман қаламыз, мына жақта басқалар ауырады деген сөз емес екеніне көзіміз жетті. Бұл бәріміздің басымызға келген қасірет екенін сезіндік. Демек, бұл жерде бір-бірін кінәласатын емес, керісінше бір-бірін түсінуге тырысатын бір халдеміз. Бұл пандемия бізді көп нәрсеге үйретті. Бұл пандемия, ағайындар, бірінші кезекте замананың қашып құтыла алмайтын бір үлкен заңдылығы онлайн қарым-қатынас болатын болса, онлайн желісі дамыды. Онлайн есепшоттар, онлайн төлемдер, онлайн тапсырыстар, онлайн оқу жүйесі, онлайн кітапхана, солардың барлығы басқа бір деңгейге шықты. Немесе біз бір-бірімізбенен жиі хат-хабар алмасып, тіптен онлайн сабақтарымызды жүргізуге мүмкіншілік алдық. Бұл онсыз да келе жатқан дүниеді, жылдамдатты және тез арада осыған бейімделуімізге мүмкіншілік берді. Мына Хемингуэй деген жазушының айтқан сөзі бар еді. Біз құстан да биік ұшуды үйрендік. Біз балықтан да терең жүзуді үйрендік. Енді адамзатқа керек болып тұрғаны адам сияқты өмір сүруді қалпына келтірсек екен деп еді. Ұлтымыз үшін қымбат болған адамдардан айырылдық. Кешегі Олимпиаданың тұңғыш чемпионы Жақсылық Үшкемпіров, кешегі біздің не деген руханияттың көшін бастаған академиктеріміз, не деген білім саласының, медицина саласының үлкен тұлғаларынан айырылдық. Бұл ұлт үшін орын толмас, ойсырап қалған қасіретті жағдайлар болды. Және мына еріктілер дейміз ғой, еріктілер, яғни волонтерлар. Солардың да жұмысы дамыды. Олар да халықтың бір шетіне шығысып, еріктілердің көптеген жұмысы жүзеге асты. Әсіресе ойда жоқта келген апаттан, басқада үйінен шыға алмай отырған қарттар, ауру адамдарға жұмысын жеңілдетуге еріктілердің де көп көмегі тиді. Бір ауыртпашылықтың артында екі жеңілдік болады екен кейде. Бір қиыншылықтың артында көптеген басқада үлкен тәжірибелер қалыптасады екен ұлттың бойында. Мінекей келесі толқындар келе жатыр деп біз өз-өзіміз дайындап жатырмыз. Медицина өкілдерінде де қарапайым халықта да паника жоқ қазір. Біз өз-өзіміз сабырға келтіріп алдық. Қандай дұшпан болса да, қандай жау келсе де, біз сонымен тіресуге, күресуге дайынбыз деген рухтың үстінде отырмыз. Бұл да болса біздің мына пандемия кезінен алған пайдамыз және тәжірибеміз деп айтқым келеді. Қателесіп өмірден сабақ алғанша дәл қазір YouTube каналға тіркеліп, Тәлім Трендтен құнды тәлім алыңыз. Тәлім Трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, Тәлім Тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.